Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен творогты пирог дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, нәзік, әрі берекелді пирог болып шығады. Бізде бұл өте жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай пышный болып. Лайк басып, рецепті сақтап, рецепті достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдымен құрғақ ыдысымызға осылай жұмыртқамызды жағып аламыз. Бізде бұл жерде 5 жұмыртқа. Енді миксермен араластырып алатын боламыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Қантымызды азғантайдан осылай 2-3 бөлікке бөліп салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді бізде бұл жерде сұйық майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Сүтімізді құйып жақсылап араластырамыз. Ұнмен разрыхлителімізді бір бөлікке салып аламыз. Осылай 2-3 бөлікке бөліп салып, оны да араластырып алатын боламыз миксермен. Ұнды бірінші салған кезде қасықпен араластырып жесеңіздер болады екен, а то менікіндей осылай ұндарыңыз жан-жаға шашырап кетеді. Абайлаңыздар. Жақсылап комочка болып қалмасын. Осылай бөліп барлығын сап аламыз. Біркелкі болғанша. Енді біз бұл жерде листімізға пергамент қағазын төсеп алып, пирогымыз қамырын құйып алатын боламыз. Лопаткамен немесе қасықтың көмегімен листімізға тегістетіп жайып аламыз. Бірдей көтеріліп шықсын десеңіздер, листі бір-екі ұрып жеріңіздер. Енді начинкасын дайындаймыз. Бізге бұл жерде 500 грамм творог керек болады. Творогты жақсылап ыдысымызға салып, 2 қасық қаймақ саламыз. Бір жұмыртқа, сахарный пудра салып, немесе қант салып, осылай блендерлеп аламыз. Ішінде комочка болып қалмасын. Сол кезде бізде пирогымызда іртік-іртік болмай әдем болып шығады. Енді пирогымыздың қамырын үстіне осындай кондитерский мешокқа салып, пакетке жақсылап тегістеп жағып алатын боламыз. Ана жіңішке болып қалған жеріне бетіне тағын сызып шығасыздар ғой, әдемдеп толтырып. Менде бұл жерде сәл жіңішкелеу болып қалды басында. Осындай шие салдым, морозилкада қатырылған. Сіздер малина салсаңыздар болады, өздеріңіз қалауларыңызша. Пирогымыз пісіп шықты.